Армысыздар Кармология арнасының тұрақты көрермендері. Бүгінгі эфир кез келген айдың жылдың 10 күні туылған жандарға арналады. Сіздер неге сәтсіздіктен қорқасыздар? Осы жайлы және басқа да өзіңіз жайлы пайдалы ақпарат, бағалы кеңес, маңызды мәлімет алғыңыз келсе, осы эфирді соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге Алтынай Аман, ендеше біз бастаймыз. Бірден әрине бала күніңізге ораламыз, сонда қалған зақымдарыңызды анықтайтын боламыз. Сіздер өз болашақтарынан қорқып, напряжениеде жүретін ата-анаға келесіздер. Өміріңізде өз жолыңыздан тайдыратын жағдайлар көп болады. Негізі бала күніңіз кәдімгі балалық шақ болып өтті. Ата-анаңыз жұмыс жасады, алайда жұмыс жасау керек уақыттан тыс та жұмыста болды. Яғни жұмысқа өте көп уақыт бөлді. Сізге және өздеріне бөлетін уақыт болмады. Тіпті болған күнде де қалай жұмыс жасады, солай демалатын болған. Ата-анаңызға демалыстың өзі напряжение сияқты көрінетін. Ал сіз өзіңізбен өзіңіз, сізден ешкім ештеңе требовать еткен жоқ, яғни еркін өстіңіз. Ата-анаңыз бен сіздің араңызда дистанция бар. Бір үйде тұрсаңыздар да. Сіз ешқашан отырып ата-анаңыздың қасында сөйлескен емессіз, және сізді не алаңдатады ата-анаңызға қызық болған жоқ, немесе қолдары бос болмады. Пікірге жазып кетіңіздерші, қанша ағайындысыздар, араларыңызда жалғыз ұл, я болмаса жалғыз қыз бар ма? Мені қызықтырып тұрған жағдай, баласы біреу болса да осылай көңіл бөлмеу мүмкін бе, жоқ па? Соны бірге анықтап көрейік. Жалпы ата-анаңыздан сенім, жылулық, сүйіспеншілік алған емессіз. Бұл енді нумерология тілі бойынша период адаптациясы деп аталынады, яғни үйрену мен үйренісу аралығы болып табылады. Бұл аралықты ешбір адам өзгерте алмайды, өкінішке орай. Қаншама адамдарды зерттедім, барлығында арасында осы период, яғни 14 жасқа дейін қиын кезеңдер болған. Және осы балалық шақ зақымдарын құрайды. Ол жайлы бөлек эфир болады. Неге 14 жас, неге нақты осындай жағдай жайлы сөз қозғаймыз. Егер сол эфирді күтсеңіздер, пікірге жай ғана плюс қоя салыңыздар. Ендеше сіздің минуста екеніңізді бізге анықтап беретін белгілермен танысып болайық. Сәттілікке, яғни успехқа қалай жету керек, соны түсінбейсіздер, білмейсіздер. Болашағыңыз үшін қатты қорқасыз. Сәттілікке жету үшін көп ақша, көп таныс, көп ақыл, көп жұмыс керек деп алаңдайсыздар. Себебі осының барлығын өз ата-анаңыздан естіп өстіңіз. Міне көрдіңіздер ме, қорқыныштың төркіні қайда жатыр? Тіпті кішкентай кішігірім результат алу үшін де көп тер төгу керек деп ойлайсыздар. Адам түсінбейтін достықпен отношениядасыздар. Ол сіздің уақытыңызды құр текке алады. Болмаса өте тұйық, ешкіммен сөйлесуді жөн көрмейтін замкнутый адамсыз. Қалай, қайдан таныс, дос табу керек білмейсіз. Эмоцияңыз ноль. Өзгелердің көңіліне қарап, өз көңіліңізге қарауды ұмытып қаласыз. Сіз өз ішкі әлеміңіздегі қиындықты көрмейсіз, әлде әдейі елегіңіз келмейді. Себебі өзіңізде бәрі жақсы, өте общительныймын деп ойлағаныңызбен көп қорқынышыңыз бен мұңыңыз бар екенін мойындамайсыз. Немесе жүрегіңізде кішкене жараны, яғни өкпе ренішті көріп, сол күйіңізді жек көріп кетесіз. Осылайша жабылып қаласыз да өте салмақты біреуге айналасыз. Содан кейін әрине бәрін айналаңыздан қуасыз, яғни отталкивать етесіз. Сізбен сөйлесу мүмкін емес болады. Арасында осы сөздер қосып жатқан үшін ұрсақ патриоттарға айтатын себебім бар. Мен өзімде патриотпын, керісінше болса орыс тілінде YouTube арнасын жүргізер едім. Жалпы нумерология ғылымын орыс тілінде оқыған соң арасында кетіп қалып жатқан бір-екі сөзге әңгіме айтпай-ақ қойыңыздар. Жалғастырамыз. Бала күнде сіз өте бұзық болдыңыз, сізге айтылған нәрселер орындалған емес. Мектепті бітіру қиынға соқты. Өзіңізді өзіңіз қабылдай алмайсыз, түріңіз бен денеңізге деген көптеген комплекстарыңыз бар. Гормональный фонның бұзылуы,
артық салмақ немесе арықтық, қатаң диета кесірінен анорексияға шалдығуыңыз мүмкін. Енді сіздің плюста екеніңізді анықтайтын белгілерге көшейік. Қорқынышта ешқандай мән жоқ екенін түсінесіздер. Сәтсіздіктерді сабырмен қабылдайсыздар. Демек осылай болу керек болды дейсіз, немесе мен жақсырақ жасамаған шығармын, бұдан да жақсырақ жасауым керек деп келесі жолы шынымен де жақсырақ жасауға тырысатын боласыздар. Бірақ сонымен қатар басыңызда ешқандай напряжение болмайды, қорқыныш болмайды. 10 деген сан ол везениені білдіретін сан болып табылады. Сіздерді везучий деп айту бірақ өте қиын. Сіздер мақсат қою, соған жетуді білетін жандарсыздар. Яғни ешкімнің көмегінсіз өз күшіңіз бен әрекетіңізге сеніп бастайсыз. Сіз ешқандай да ғажайып күтпейсіз. Сіз жай ғана әрекет етесіз, болды. Негізі 10 саны түсінуге, жалпы түсіндіруге өте қиын. Бір сөзбен айтқанда, қадалған жерден қаналмай кетпейсіздер. Сіздер лидер, сонымен қатар өмірлегіне сенім арта білетін сабырлы адамсыздар. Жасаған ісіңізден кемшілік кіріс демейсіз. Өмір жолыңызды оңай деп айтуға келмейді әрине, бірақ сіз барлығын көтере аласыз. Осы сынақтарды жалпы көтере алатын болғандықтан осындай сынақ беріп отыр ғой. Минустың плюстан айырмашылығы, мысалы минустағы кезде өміріңіздегі жетістігіңіз үшін өзіңізден жауапкершілікті алып тастайсыз. Ал плюсты кезде өз күшіңізге сеніп, өз арманыңыздан не болса да бас тартпайсыз, себебі сізге финал емес, өзіңіздің таңдаған жолымен жүру маңызды. Соңына дейін жүру мақсатыңыз болып табылады. Көп оқисыз, көп зерттейсіз, өміріңізде бір күн туады. Мен бәрін жасап қойдым, әлім келген нәрсенің барлығын иемдендім деп сондай ойға келгенде ғана сіздерді сияпат, сыйлық, марапат күтеді. Бұл дүниеге жету әркімнің қолынан келмейді әрине, әрі бұл оңай емес. Ол үшін барлық сынақтардан аман-есен өтуіңіз керек. Егер сізде төзім мен білім болса, 35 жастан кейін жетуіңіз мүмкін. Және осының алдындағы айтқан плюс белгілерде сіздің өміріңізде болса, әрине жетесіздер. Тағы да көптеген ақпараттар алғыңыз келсе, пікірге жазып қойыңыздар. Сонымен қатар плюсқа шығу үшін дайын программа, консультация алу үшін почтаға жазыңыздар. Бұл программа арқылы сәттілікке қол жеткізу нұсқаулығына ие боласыздар. Ол нақты 10 күн толған жандарға арнайылап жасалынған, құралынған психологиялық программа болып табылады. Ендеше арнаға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жазып, лүпіл басып қойыңыздар. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.